Сәлеметсіздер ме ата-аналар, сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың ана тілі пәні бойынша сабақ өтетін боламыз. Балалар, алдымен сендер оқулықтарыңды, дәптерлеріңді дайындап алыңдар. Бүгінгі өтетін сабағымызды бастамас бұрын мына бір жұмбақтың шешімін табайық. Адамның бәрі қызығады, ұстай берсең сәні бұзылады. Адамның бәрі қызығады, ұстай берсең сәні бұзылады. Ол не екен балалар? Гүл екен. Келесі жұмбағымыз. Гүлдананың қонағы өзі келіп қонады. Түрі түсі дөп келіп, гүлге ұқсап тұрады. Гүлдананың қонағы өзі келіп қонады. Түрі түсі дөп келіп, гүлге ұқсап тұрады. Ол не? Әрине көбелек екен. Балалар, гүл мен көбелектің қандай байланысы бар деп ойлайсыңдар? Әрине, көбелек гүлге барып қонып, шырынымен қоректенеді екен. Бүгінгі көретін сабағымыздың тақырыбы гүлдер, көбелектер екен. Олай болса, оқулықтарымыздың 114-ші бетін ашып, мәтінді оқиық. Мәтінді оқымас бұрын, оқулықтарының бетін ашып алыңдар. Мәтінді оқымас бұрын, мәтінде кездесетін көп буынды сөздерді мәтін алды даярлық ретінде оқып, біраз дайындығымызды жасап алайық. Көңілдендіре. 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 Қызғалдақтардың. 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 Жапырақтардың. 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 Бәсекелесті. 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 Гаухар. Гаухар. Үлбіреген. 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 Ернеулеріне. 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 Қаратаудың. 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 Ұстағандары. 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 Осындай көп буынды сөздер кездесетіндіктен мәтінді оқымас бұрын алдын ала дайындығымызды жасап алдық. Енді мәтінді оқиық. Балалар, сендер мұғалімдеріңмен бірге мәтінді өздерің қатарласып оқып отырыңдар. Гүлдер, көбелектер. Күн күркіреді. Күллі өсімдікті көңілдендіре, сәуірдің жаңбыры жауып өтті. Сәуірдің таза мөлдір суына шомылған ұлпа бұлттар, шүйгін шөптер, көк ормандар көз тарта құлпырады. Қызғалдақтардың қызылды жасылды жібек қанаттарына күміс тамшылар тұрып қалды. Күміс тамшылар көк жапырақтардың қияқтарына, қызыл, сары гүлдердің үлбіреген ернеулеріне, шашылған гаухар ұнтақтары сияқты жалт-жұлт етті. Қаратаудың үстінен күлімдей асқан күн сәулесі дүниені мерекелі қуаныш шуағына бөледі. Ауыл алдындағы қызғалдақты деп аталатын жазықта бірі қызыл, бірі көк киген бір топ бала жалаңаяқ гүл теріп жүр. Балалар таласа жарысады. Олардың алдынан көрінген әрбір гүл «Маған кел, мені ал, мені иіске» деп шақырып тұрғандай. Бір гүлден бір гүл тартымды, бір гүлден бір гүл әдемі көрінеді. Ерлан, мен көптеремін десе қырмызы. Жоқ, сенен мен көптеремін деп бірімен бірі бәсекелесті.
Қызыға-қызыға ауылдан ұзап бара жатты. Ұзаған сайын гүл де көбейе берді. Гүл бастарында отырған көбелектер де көбейе берді. Гүл деп ұстағандары көбелек болып ұша жөнелді. Сонда барып, балалар аялдап, «Қой енді, ауылға қайтайық. Бұл жерде гүл де гүл, көбелек те гүл екен». 4-5 қызылды жасылды көбелек бірімен бірі топтаса ұшса, тіпті гүлден айырмасы жоқ. Ұшып жүретін қанатты гүл екен дейсің де қоясың. Не деген ғажап, бұл тамаша, деді. Балалар, бұл мәтінде қай мезгілді суреттепті? Әрине, көктем мезгілі. Сәуір айы қай ай? Қай мезгілдің айы? Сәуір айы көктемнің айы екен. Бұнда балалар не істепті? Балалар жаңегі қызғалдақты деп аталатын жазықта бірін-бірін қуып ойнаған екен. Және олар немен айланысыпты? Гүл теріпті. Гүлдің үстіне не қоныпты екен балалар? Көбелектер қонған екен. Көбелектер, гүлдер. Яғни бұл мәтін арқылы автор не айтқысы келген? Табиғаттың сұлулығын, әсемдігін, тазалығын, әр сол табиғатта тіршілік ететін тіршілік иелерінің бір-бірімен үйлесімділігі туралы айтылған екен. Ал бұл мәтіннің ішінде кездесетін мына бір сөздерге балалар назар аударайықшы. Мына тіркестерді оқиық. Әдемі гүл, ұлпа бұлттар, жалаң аяқ, күміс тамшылар, қызылды жасылды, көк жапырақтар, мөлдір су, көк ормандар. Сүйкімді, ұлпа, таза, сары, қызыл, тартымды, үлбіреген. Бұл сөздерге, сөз тіркестеріне не деп сұрақ қойар едіңдер балалар? Бұл сөздер қандай сұраққа жауап беріп тұр? Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр екен, е? Біздің бүгінгі көретін сабағымызда қай деген сұраққа жауап беретін сөздерді көрдік. Бұл жерде жаңегі ұлпа бұлттар, шүйгін шөптер деген бар. Біз енді мәтіндегі алғашқы сөйлемге қайта оралсақ. Күн күркіреді, күллі өсімдікті көңілдендіре сәуірдің жаңбыры жауып өтті. Сәуірдің таза мөлдір суына шомылған ұлпа бұлттар, шүйгін шөптер, көк ормандар көз тарта құлпырады, дейді автор. Бұнда табиғаттың жаңағы тамаша бейнесін келтірген екен. Бұл жерде ұлпа бұлттар деген сөз бар. Ұлпа деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Ұлпа дегеніміз жұп-жұмсақ, майда деген мағынаны білдірсе, шүйгін шөптер дегендегі шүйгін сөзі топтасып өскен, құнарлы, суы мол, жер шөбіне мол деген мағынаны білдіріп тұр екен. Енді біздің өмірімізде қай деген бұл мәтіннің ішінде кездесетін сөздердің сыртында біздің өмірімізде көптеген сөздер кездеседі екен. Мұнда бұл не? Бұл әрине біздің қарындаштар, күнделікті сабағымызға керектенетін қарындаштар екен. Бұл қандай қарындаш? Ұзын қарындаш бірінші. Түсі қандай? Сұры екен. Бұл қандай қарындаш? Бұл аласа екен. Кішкентай, жуан қарындаш екен. Ал бұл ұзын, жіңішке екен. Бұл аласа және түсі жасыл түсті қарындаш екен. Ал бұл ұзын, бұл аласа екен. Ал келесі қандай деген сұраққа жауап беретін? Мысалы, орындық. Орындық. Қандай орындық? Үлкен орындық. Қандай орындық? Кіші орындық. Ал бұл жеміс екен. Алма жемісі. Алма жемісі көлемі қандай? Үлкен.
Мына алма кіші, яғни үлкен орындық, кіші орындық, үлкен алма, кіші алма екен. Енді ал мына бір суретке назар аударайықшы, балалар. Бірінші суретке назар аударсақ. Кең жасыл алқап екен. Бұнда жері қандай, адам не істеп тұр? Яғни таза ауамен тыныстап тұр екен, не? Жері таза. Таза шөптер өскен, аспанға қарап, таза ауамен тыныстап тұр. Ал екінші суретке қарайықшы. Екінші сурет қоқысқа толы жер екен. Оның ауасы, қоқысқа толып жатқан жердің ауасы қандай болады? Әрине, арам, лас болады екен. Осы екі ауаның қайсынан таза ауа деп көреміз? Әрине, біз бірінші ауаны таза ауа деп көреді екенбіз. Ал екіншісінде қалың қоқыс жатқандықтан, бұл арада зиянды заттар жатқандықтан ауаға көптеген зиянды микробтар таратып жатыр екен. Ал енді бізде бұл қандай қол? Әрине, бірінші суретте арам қолдың суреті тұр екен. Екінші суретте таза қол. Арам қол. Үнемі, балалар, барлық аурудың бастауы осы арам қолдан пайда болады екен. Қолымызды үнемі таза жуып, денім сау болсын деп тілесек, қолымыз қашанда таза болу керек екен. Арам қолда барлығы жаңегі аурудың барлығы бастау алатындықтан, қандай бір сыртқа шығып, ойнап, қайтып үйге келгенде кіргеннен кейін тура қолымызды жуып, үнемі таза ұстауымыз қажет. Жаңегі қандай қол, қандай ауа, таза ауа, лас ауа. Қандай қол, арам қол, таза қол деп тұр. Осы заттың сынын, түрін, түсін, сапасын, дәмін, көлемін білдіретін сөздерді біз сын есім дейді екенбіз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады екен. Ал енді, балалар, мына кішкентай, мына гүлдердің жанына қонған көбелектерге сендер үйде осыған ұқсас сын есімдерді теріп, жазып, қанатына толтырасыңдар. Ал енді балалар үйде оқулықтарыңның 116 бетіндегі тапсырмаларды орындап, мұғалімдеріңе тексертуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.